Сәлеметсіздер ме, менің тұрақты көрермендерім. Біз Абай Құнанбаевтың 170 жылдығына байланысты осы кабинетті аштық. 175 жылдығына орай. Сонда біз осылайнан оформление жасадық деңізші. Сосын мынандай Абай деген сөзді жазғыздық осылайнан. Бірақ бұның бір ерекшелігі, мына жерден мысалы біз свет қосамыз. Сол кезде мынандай светтер қосылады. Көрдіңіздер ме? Осының әрбір нелеріне, полкаларына осындай әдемілеп ол кісімен байланысты фотоларды қойдық. Біз үшін бұл жақсы бір, мен сіздерге енді осы бір пайдасы тиер деген мақсатта осыны көрсетіп жатырмын. Біз осы жерде өзіміздің сынып сағаттарымызды, Абай Құнанбаевқа байланысты, басқа да қазақ тілге байланысты шаруаларымызды осы кабинеттің ішінде өткіземіз. Бұл жерде біздің оқушыларымыздың жетістігі. Мысалы үшін мынау Сұлтанова Толғанай деген оқушым Ильяс оқушыларынан былтыр 2-ші орын алды. Мінекей Өмірбекова Айгерім деген биыл бір бітіргелі отыр, алтын белгіге. Өте қабілетті оқушы. Міне республикалық Ильяс Жансүгіров оқулары байқауының облыстық кезеңде сұлу сөзінің сүлейі номинациясы бойынша Сұлтанова Толғанайдың марапаты жетекшісі Ардақ Әлбековна. Мына жерде Шәкәрім университетінде өткен Айгерім 2-ші орын. Мына жерде Төлеубекова Алтынай деген оқушымыз бар. Бұл республика көлемінде Абай оқуларының Абайдың ақын шәкірттері бағамы бойынша 2-ші орын алған оқушы. Бұл жерде міне Алтынайдың дипломы. Енді мына жерде міне сертификаттар, міне осының бәрін оқушыларға берген жетістіктеріне. Бұл жерде енді Абай оқуларына байланысты біз кімді айтамыз? Менде Гүлназ деген оқушым болды. Ол кісі енді, ол оқушым 2 мәрте Абай оқуларының республикалық кезеңнің 2 мәрте жүлдегері болды. 2 жыл қатарынан қатысып, 9-ші класс оқып жүрген кезде өлеңдерін жатқа оқу бағамы бойынша 2-ші орынға иеленсе, 10-ші классқа келген кезде Гүлназ қара сөз 45 қара сөзді жатқа оқып бас жүлдені жеңіп алды. Гүлназ деген оқушымның арманы осы тіл маманы болу еді. Шәкәрім университетін грант егері атанып, қазірде 4-ші курс студент атағын алып отыр. Өмірбекова Айгерім деген оқушымда енді осы Абай оқуларында жалпы олимпиадник, осы ана жолға ауыл мектептеріне арналған олимпиадада 2-ші орын алды. 37 балл жинап 2-ші орын алды. 38 балл жинаған бала республикаға өтті. Сол секілді Зарина деген оқушымда 2-ші орынге ие болды. Міне біз енді қазақ тілі маман ретінде біз осы Абай оқуларында, Ильяс Жансүгіров оқулары, Ақжан Жұмабаев оқулары, жалпы 90% оқулар осы қазақ тілі мамандарына келеді ғой. Енді мен осы кабинетті, осы Абай деген сөзді жазуға келген кезде айтайын, бізге осы кабинетті ашу керек болған кезде қандай оформление жасасам деген ойда жүрдім. Содан мен де іздендім, қарадым, түк таппай не істесем болады деп. Содан осындай бір мектептен ба, бір сайттан ба, осындай бір жазылған сөзді тауып, содан ойладым, неге біз осындайды өзімізді мектепке жасамасқа деп. Содан осыны жасадық бізде.
Енді кабинетіміз өте өзімізге керемет. Жалпы осындай оформлениені жасасаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Ардақ Әлібековна. Бір кәделеріңізге жарадым деп ойлаймын.